Жүзін жасыруды сұраған Жалол бір әулеттің жалғызы. Ол дінді интернеттен үйренем деп радикалды идеологияға арбалды, қапасқа қамалды. Псевдоуағызшылар діни сауаты жоқ жерлесіміздің санасына одың дәнін екті. Аз уақытта заң мен дәстүрді мойындамайтын халге жеткізді. Достан дұшпан жасап, тарихи жадын балталап, дегендеріне көнетін құл етті. Ақиқат тек бізде деген догмамен ол оқуын тастады. Жиғанын қалдасына басты. Фитнашыл бүлікшілерді мінсіз санап, солар үшін отанын, отбасын тәрк етті. Өзбекше лекцияда тыңдап көріп, өйткені мен өзбек болса, өзбекше де түсінемін да. Абдуллах Бухари жаңағы әртүрлі сабақтары бар ше, три основа, Сирия туралы айтады, мысалы, сол мұсылмандарға көмек, мысалы, адам тілімен, қолымен, осындай қарумен, жаңағымен көмек беру керек. Мирзагулиб Хамидов, лақабаты Абдулла аль-Бухари. Өзбекстандық радикал Абдулла аль-Бухари Андижан облысында дүниеге келген. 1995 жылы Өзбекстан ислам қозғалысы террористік ұйымына қосылады. Қасиетті соғыс деген шалдыр шатпамен жастарды оттың ортасына тастады. Нәтижесінде талай отбасы қара жамалды. Буквализмнің шырмауындағы шатақ уағызшыны 2014 жылы өз жерлесі Стамбулда өлтірді. Әлеуметтік желілерде өзбек тілді радикалды уағызшылардың саны артты. Өзбек тілді тыңдармандары сол радикалды уағызшылардың ықпалына түсіп, фундаменталистік көзқарас қалыптастырып, жихад деген ұғымды дұрыс, қасиетті ұғым, жихад қаруал деген сияқты әртүрлі кереғар, экстремистік көзқарасты қалыптастырып, қылмыстық жауапкершілікке тартылған жағдайы бар. Бұндай тенденция еліміздің Өзбекстан Республикасымен шекаралас аймағында байқалады. Бұнда білімі таяз жастар өзбек тілді радикалдардың ықпалына түсіп, жұртпен жөнсіз жанжалдасып, ши шығарғысы келді. Оңтүстік өңірде көптеген азаматтармен жеке кездесу өткізіп, жаңа түсіндіру жұмыстарын 86% діни сауатсыз, яғни медресе бітірмеген, жоғары оқу орнын бітірмеген, басқа да шетелде бір арнайы бір діни алмаған. Екі нәрсе біз жоғалтып жатырмыз. Біреу ол білім, ғылымнан біз артта қалдық. Мен ислам әлемі бойынша айтып жатырмын жалпы. Екіншісі біз мейірімдіктен ажырап жатырмыз. Өлімге асыққан Жалол Сириядағы тәкпіршілермен бетпе-бет кездескенде елдегі тұрақтылықтың қадірін түсінеді. Түркияға қашып шығып құжатсыз жүргені үшін кісенделді. Ояқта бір көзім жеткені, мысалы, көбінше бұлай фитна болып жатыр ғой, ояқта ше, мысалы, бүлік, жаңа түсініспеушілік. Жастарға, мысалы, қателесіп кетпей, өзіміздің мешіттегі имамдардан бір ауыз жаңағы осына қалай болады, өзіміздікі үйретіп отыр ғой қазір имамдар, сабақ беріп отыр, қайсы адасқан, қайсы адаспаған, солардан сұрап, ақиқатты біліп, сондай қылып, ақиқатпен жүруін айтатын едім. Жалолдың елге экстрадицияланғанына жарты жылдан асты. Әкесі әлі ұлымен кездеспепті. Жақындарын лаңкестерге айырбастап кеткен жалғызын осылайша жазалаған болар. Жаһан қауіпсіздігін шайқалтуға үлес қосқан жерлесіміздің алдағы 6 жылы сот үкіміне сай абақты өтеді.